Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде банановый тотен. Оған майымызға қантымызды салып араластырамыз. Одан соң үстіне тұзымызды саламыз. Және де бір жұмыртқа жақсылап тұрып араластырамыз. Енді қаймақ саламыз. Тағы да араластырамыз жақсылап. Осылай біркелкі қылып жақсылап дайындап аламыз. Енді ұнымызды салып, разрыхителімізді салып, қамырымызды иелейміз. Қамыр бізде жұмсақ болуы қажет. Иелеп болғаннан соң жарты сағатқа холодильникке салып қоямыз. Ал ол уақытта карамелімізді дайындаймыз. Сковородкаға осылай қантымызды саламыз. Ерігенше араластырмаймыз. Ерігеннен соң ағаш қасықпен араластыру қажет. Осылай кішкене ғана араластырып қоямыз. Ал ол уақытта біз банандарымызды дайындап қоямыз. Осылай кесіп. Енді карамелімізді тағы да бір рет араластырамыз. Осылай жақсылап еріп қайнаған уақытта үстіне сары майымызды саламыз да тез араластырып оттан өшіретін боламыз. Жақсылап араластыру керек бір-біріне. Одан соң формамызды дайындап, үстіне осы карамелімізді құямыз. Формаға ештеңке жақпаймыз. Банандарымызды саламыз. 3 банан кетті менде. Енді тестамызды осылай қолымызбен созып алып, осы үстіне қойып шығамыз. И жан-жанына жақсылап тұрып жабыстыру керек. Еш жері ашылып қалмауы қажет. 180 градуста пісіреміз. Міне пісті. Өте дәмді болып шығады. Қарап тұру керек. Қанша уақытта пісетінін өз тестаны тексеріп көресіздер. Міндетті түрде жасап көріңіз. Өте дәмді болып шықты. Ас болсын жасап жатсаңыз. Және де видеоны көрген болсаңыз, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.